Сәлем, мен болашақ миллионермін. Егер де сіз бұл видеоны қарап отырсаңыз, демек сіз ізденіс үстіндесіз. Бүгінгі біздің тақырып өте қызықты болады. Мен сіздерге тендер дегеніміз не және тендерге кім қатыса алады деген сұраққа толық қанды жауап беретін боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ал тендер дегеніміз не? Тендер дегеніміз бұл мемлекеттік сатып алулар. Демек, мемлекеттің өміріне қажет ететін нәрселердің барлығын, товар болсын, қызмет болсын, жұмыс болсын, мемлекеттік мекемелер тек қана тендер арқылы сатып алуға мүмкіндігі бар. Тікелей келісім шарт жасауға ешқандай да заң аясында мүмкіндік жоқ. Мәселен, мысал ретінде, мен әкім болсам, мен кез келген кәсіпкермен тікелей келісім шартқа отыра алмаймын. Заң аясында мен тендерді жариялауым керек. Енді келесі сұрақ. Тендерлер қалай жарияланады? Оған біз қалай қатыса аламыз? Және де қайдан көре аламыз деген сұрақ туындап жатқан шығар. Тендерлер бұлар көбінесе тендерлік алаңдарда жарияланады. Қазақстанда 15-ке жуық тендерлік алаң бар. Соның алғашқы маңызды үшеусі бұл госзакуп.gov.kz, содан кейін самұрық-қазына тендерлік алаң бұл zakup.sk.kz және де ip.network.kz. Біріншіден goszakup.gov.kz сайтында тек қана мемлекеттік мекемелер өздерінің сатып алуларын, тендерлерін жариялайды. Екіншісі бұл самұрық-қазына zakup.sk.kz сайты. Бұл жерде ірі нацкомпаниялар, мәселен Қазмұнайгаз, болмаса Кигок сияқты ірі нацкомпаниялар өздерінің тендерлерін жариялайды. Үшіншісі бұл Network. Барлықтарыңыз Отбасы банкті білетін шығарсыз. Отбасы банкі осы платформада өзінің тендерлерін жариялайды, болмаса Даму, болмаса Атамекен палатасы деген сияқты фонд, ұйымдар және де банктар өздерінің тендерлерін жариялайды. Негізі мен қайталап айтам, Қазақстанда 15-ке жуық тендерлік алаң бар. Негізгі үшеусі осы, алғашқы 3 қадам. Егер де сіз тендерді игерем десеңіздер, онда бірінші осы 3 платформаны игеріп алуыңыз қажет. Енді тендерлер қалай өтеді? Барлығы онлайн форматта өтеді. Енді келесі сұрақ, тендерге кім қатыса алады? Мен қатыса аламын ба, қатыса алмаймын деген сұрақ сізді мазалап тұрған шығар. Тендерге Қазақстан мемлекетінің кез келген азаматы қатыса алады. Сіз шетелде тұрсаңыз да, Қазақстанда тұрсаңыз да, егер де Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз, сізде тендерге қатысуға құқыңыз, толық құқыңыз бар. Сіз ойлап жатқан шығарсыз, мүмкін бұл видеоны үйде отырған ана қарап жатқан шығар, иә? Сіздерге деген керемет жағымды жаңалықтарым бар, жағымды ақпаратым да бар. Тендерге кім қатыса алады? Біріншіден, тендерде ешқандай жас шектеуі жоқ. Жасыңыз 18-де ме, болмаса жасыңыз 95-де ме, сіздің жасыңызға ешкім қарамайды. Ешқандай шектеу жоқ. Ешқашанда кеш емес, ешқашанда ерте емес. Жас шектеу жоқ. Бұл біріншісі. Екіншісі, тендерлік алаңдарда ешқандай әлеуметтік шектеу жоқ. Сіздер кәсіпкерсіз ба, болмаса зейнеткерсіз ба, болмаса студентсіз ба, болмаса үйде отырған анасыз ба, болмаса жалдамалы жұмыс істеп жүрген жұмысшысыз ба, ешқандай оның маңызы жоқ. Сіздің әлеуметтік статусыңызға ешкім қарамайды. Содан кейін үшіншісі, тендерде гендерлік ешқандай шектеу жоқ. Демек, әйел адамсыз ба, жоқ ер адамсыз ба, ешқандай маңызы жоқ. Әйел болсаңыз да, әйел адам болсаңыз да тендермен айналыса аласыз. Ер азамат болсаңыз да тендермен айналыса аласыз. Содан кейін сіздің қалтаңызға ешкім қарамайды. Сіз байсыз ба, кедейсіз ба, депозитіңіз бар ма, жоқ па, қалтаңызда қаншама қаражат бар, сіздің әмияныңызда қаншама қаражат бар, ол ешқандай маңызды емес. Содан кейін сіздің тұрғылықты жеріңізге ешқандай бір шектеу жоқ. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, мен ауылда аймақта тұрамын, мен ауылда тұрамын, демек, мен тендерге қатыса алмаймын деген бір жалған ұғым. Олай емес, ауылда тұрасыз ба, сіз қалада тұрасыз ба, тіпті
шетелде тұрсаңыз да, бірақ Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз, тендерге сіз қатыса аласыз. Сонымен қатар тағы да маған жиі қойылатын сұрақ, мен қазақ тілін ғана білем. Болмаса мен тек қана орыс тілін білем. Тендерлік құжаттардың барлығы екі тілде жүреді. Қазақ тілінде және де орыс тілінде. Егер де сіз қазақша ғана түсінетін болсаңыз, онда мархабат, қазақша документациясын оқитын боласыз. Егер де сіз тек қана орыс тілінде сөйлесеңіз және де қазақ тілін түсінбеген жағдайда, оның кез келген тендердің орысша құжаттары да болады. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, менде тәжірибем жоқ. Сіздің тәжірибеңіз бар ма, жоқ па? Ол ешқандай маңызды емес. Мәселен, көп адамдар ойлайды, тендерде енді тек қана тәжірибесі бар кәсіпкерлер қатыса алады. Болмаса тендерлік алаңдарда тәжірибесі бар кәсіпкерлер ғана қатыса алады деген бір жалған ұғым қатып қалған. Олай емес. Тәжірибеңіз бар ма, жоқ па? Ол маңызды емес. Тендерді нөлден бастауға да болады. Сондықтан да мінекей мен айтып кеткен, бұл тек қана бірнеше ғана тендердің артықшылығы. Тендердің артықшылығы жеткілікті. Кез келген адам тендерге қатысуға және де заң аясында пайда табуға құқысы бар. Енді тендерге қатысу үшін мен қатысқым кеп тұр, маған не керек деген сұрақ сізде туындап жатқан шығар. Ең бастысы бұл жерде әрине компания қажет, ИП болмаса ТО қажет, электрондық цифрлық қолтаңбаңыз қажет, әрине ноутбук болмаса компьютер қажет, интернет қажет, уақыт қажет, және де ұрып тұрған желание қажет. Ынта дейміз ғой, ынта қажет. Оның барлығын мен тағы да келесі видеоларды ашып айтатын болам. Және де айтайын дегенім, мен тендерге көп саяхаттаймын. Қазақстанның тендерлеріне өзімнің ноутбугыммен бірге мен мәселен шетелге шығып кететін болсам, Түркия елінде, болмаса Испанияда, Францияда, Мальдивада, басқа да елдерде өзімнің ноутбугыммен, ЭЦП-мен мен сол мемлекеттерден Қазақстанға, Қазақстанның тендерлеріне заявка бергенмін. Сондықтан да ешқандай шек жоқ. Тек қана бұл жерде әрекет жасау керек. Әрекеттің түбі берекет. Ал егер де сіз кез келген тендерді парасыз, таныссыз, көкесіз, тек қана заң аясында ұтқым келеді десеңіздер, онда бұл видеоның астынан сілтемеден өтіп, толық тегін консультация алсаңыздар болады. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, онда біздің каналымызға тіркеліп кетіңіз, колокольчикке басыңыздар, және де барлық уведомленияның бірінші болып біздің жаңа видеоларымызды көріңіз, себебі біздер әлі де өте көп пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Тендердің қыр-сырын біздің арнамызда айтатын боламыз. Ал егер де сізде қосымша сұрақтарыңыз болса, онда видеоның астындағы комментарийге жаза кетіңіз. Мүмкін сіздің сұрағыңызға келесі видеода мен жауап беретін боламын. Және де әрекетке кірісіңіз. Әрекет түбі нәтиже, нәтиженің түбі берекет.